Ассаламағалейкум баршаңызға. Кәсіпкердің 21 әдеті бүгін 7-ші күн өз-өзіңді дамыту және жеке дамуға уақыт бөлу деген тақырыпта бүгін сөйлесеміз. Иншалла, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласын елден ерек деп Абай атамыз айтпақшы. Өзін өзі дамыту және жеке дамуға не үшін уақыт бөлу керек, қалай ойлайсыздар? Өзін өзі дамыту деген, уақыт бөлу деген, ол өзіңіздің жеке және кәсіби өсуіңіздің маңызды бөлігі болып табылады. Және де бұның үш себептері бар. Сіздер өз-өздеріңізді дамытқан кезде кәсіби түрде дамисыздар. Және екіншісі жеке түрде өсіп, үшінші шығармашылық және де инновациялық түрде өздеріңіз өсесіздер. Үнемі өздеріңіздің көзқарастарыңызды көру арқылы, басқа бір білімді іздеу арқылы өздеріңіздің дағдыларыңыз үнемі дамып отырады болады. Сіздер жәнегі кәсіби даму дегеніміз ол мамандық дағдылар және де өздеріңіздің білімдеріңізді жетілдіру болады екен. Және де карьералық өсуге және мансаптық жетістіктерге ықпал ететін болады, достар. Жеке өсу деген ол өзіңізді тану, ең бірінші өз-өзіңізді тану, және де стресске төзімділік. Біз эмоциональный устойчивость деген нәрсе бар ғой, жәнегі біз эмоцияға беріліп, өзімізді бір бағалауымыз түсіп кетеді кейбір кездерде. Ал жеке өсу арқылы, өз-өзіңізді тану арқылы стресске сіз төзімді боласыз. Стресске төзімділік ол кәсіпкерлік дағдылардан. Сол үшін де өз-өзіңізді үнемі дамытып отырыңыз. Өзіңіздің эмоционалдық интеллектіңізді де дамытасыз үнемі. Сол дамыту арқылы өзіңіздің әр түрлі қасиеттеріңізді, дағдыларыңызды, таланттарыңызды жетілдіретін боласыз. Шығармашылық және инновациялық даму дегеніміз, ол жаңа идеялар келетін болады сізге үнемі. Кейбір кездерде кәсіптің түрін жасайын десеңіз, идея келмей қалады ғой. Ал сізде шығармашылық идея, бір нәрсені сіз сәл басқаша көретін боласыз. Кәсіпкер өз-өзін дамытуды және де жеке дамуды қалай қалыптастыру керек, қалай ойлайсыздар? Ең бірінші, мына үш дүниеге үнемі мән беру керек біз. Кәсіби даму, кәсіби деген бизнесімізді дамыту деген сияқты, және де жеке даму, ол екі бөлек нәрсе. Сіз өзіңіз дамыған кезде, өзіңіздің логикаларына, өзіңіздің ойыңыз дамыған кезде, сол арқылы да кәсібіңіз өседі. Өйткені кәсібіңіз ол сіздің айнаңыз. Егер сіз өспесеңіз, онда кәсібіңіз де өспейді. Сол үшін де бағанағы айтылып шыққан кәсіби даму, жеке даму, шығармашылық және инновация деген нәрселерді қалай дамыту керек екенін егер де сіздерге айтатын болсам, кәсіби даму үшін сіз үнемі оқу керексіз. Курстарға бару керексіз. Иншалла бізде Алла жазса жақын арада берекелі бизнеске бағыт деген курс ашылатын болады. Сол курста, толыққанды 3 айлық курста мен сіздермен бірге және де біздің KIT бизнес қауымдастығының мамандарымен бірге сіздерді өздеріңіздің ойлаған мақсаттарыңызға, мәнсаптарыңызға біз жетелейтін боламыз. Сол арқылы, иншалла, өздеріңіз финансови грамотный болып, өздеріңіздің мақсаттарыңызға, бизнес жетістіктеріңізге жететін боласыздар. Сол арқылы өздеріңіздің кәсіби сертификаттар алу үшін осындай курстарға үнемі барып, үнемі жетілдіру керексіздер. Кәсіби кітаптар оқу керексіздер. Және де желілік байланыстар орнату ол өте маңызды. Желілік байланыс дегеніміз қазіргі современный тілге айтқан кезде нетворкинг. Нетворкинг деген бұл біздің бизнес KIT қауымдастығы сияқты қауымдастықтардың ішінде болу. Мен сізге қауымдастықтың ішінде бол деп тұрған жоқпын. Бірақ та кәсіпкерлермен үнемі бір жерде араласатын болсаңыз, және де ортаңыз үнемі бүйтіп өзгеретін болса, кәсіпкерлермен бірге. Мысалы, кейбір адамдар кәсіпкерлермен араласып жүрмін деп айтады. Араласып жүргені 10 адам. Ойлаңызшы, 10 адам үнемі араласады. Және оларда ақпарат ауыспайды, информация ауыспайды. Сіз ойлаңыз, Қазақстанда жүріп, шетелге бір күнге барған кезде, сіздің көзқарасыңыз бұлай өзгеріп кетеді. Сол сияқты сіздің мына араласып жүрген ортаңыздан барып, басқа бір ондыққа барып қосылатын болсаңыз, сол ондықтың ішіндегі естіген информацияңыз бен мына ондықтың ішінде естіген информация ол мүлдем бөлек болады.
мына ортада, мына жақтағы шешілмей жүрген проблемаңыздың бір түйінін тауып аласыз. Сол сияқты кейбір кездерде сіз бір түйінін шеше алмай жүрген дүниенің сол бір ағалар болады, үлкен бір жетістікке жеткен, ол айтады: мәке, кел, сен мына бүйтіп іздеп жүрген дүниенің шешімі былай барасың, ана кісіге барасың, звондайсың, мына инструментті пайдаланасың, сол арқылы мына жетістікке, сен 10 жыл баратын жетістікке 1 жылда жетуге болады деген сияқты. Кәсіпкерлер бір-бірін сүйрейді, тартады, итереді, білім береді деген сияқты. Өзінің былайша айтқанда ақыл ойының ресурстарымен, білімінің ресурстарымен, адами ресурстарымен кейбір кездерде кәсіпкерлермен жақсы араласқан кезде, өзіңіздің проектіңізге сенімді болған кезде, көбінесе бірге бизнестер құралып жатады. Кәсіпкерлер біріккен арқасында инвесторлар келіп жатады деген сияқты. Осындай кәсіби даму деген ол бір сізді жетелейтін, өсіріп жіберетін дүниелердің бірі. Стив Джобс айтқан екен: сіз 10 жылда жететін жетістікке инвестор арқылы 1 жылда жетуге болады деген сияқты. Сол сияқты өзіңіздің үнемі осындай бір дамуыңызға мән беретін болсаңыз, сіз тез дамып шығасыз. Жеке өсу және өзін-өзі тану дегеніміз, ол мысал үшін сіз өзіңіздің қазіргі дағдыларыңызды танымайтын болсаңыз, менің қолымнан не келеді, мен қайда кетіп барамын, мен қазір не істеп жүрмін, келешекте қайда барамын деген сияқты. Бізде кит бизнес қауымдастығында профориентация деген дүние бар. Бізге кәсіпкерлер келген кезде біз міндетті түрде профориентация өткіземіз. Профориентацияны бізде жергілікті өзіміздің ішімізде мамандар бар. Сол мамандар сізге, психологтар сізге отырады да тест тапсырғызады. Тесттің ішінде бәрі атып шығады. Обычно сізден келіп сұраса: мәке, сіз мына нәрсені білесіз ба десе: иә, білем. А сіз жамансыз ба десе: жоқ, жаман емеспін, жақсымын деген сияқты. Біз адамдар өзін өмір бақи ақтап алады да. Сіз жақсы болсаңыз да, жаман болсаңыз да, адамдар өз-өзін ақтап алады. Ал тест тапсырған кезде сіздің жақсы жақтарыңызда, жаман жақтарыңызда, әлсіз дағдыларыңыз, әлсіз тұстарыңыз бен жақсы, мықты тұстарыңыз бәрі бүйтіп атып шығады. Мен қазір мына жерге скринға менің Мұрат Төлегеннің мына профориентациясында салып қоятын боламын иншалла. Соны қараған кезде сіз өзіңіз былайша айтқанда жақын танисыз. Содан кейін менің бизнес разборларымда, өзімнің жеке разборларымда осы жасалынған профориентацияны мен одан ары қарай сізге тануға көмектесемін. То есть сіздің дағдыңызға байланысты келетін қандай кәсіпті сіз істесеңіз болады, қандай кәсіпті сіз жарты жолдан тастап кетпей, аяғына дейін алып шығасыз. Осы тоже маңызды. Мынандай бір сөзді естіп едім. Екі дүниеден адам қателеспеу керек деп. Сала таңдау кезінде және жар таңдау кезінде деген сияқты. Сол сала таңдау кезінде профориентациядан өтіп, разбор жасатып, өз салаңызды дұрыс таңдайтын болсаңыз, сіз осылай энергияңызды беріп тұрып, махаббатпенен жұмыс жасайтын боласыз. Менің өзімнің дағдыларымның ішінде 3 нәрсе мен өзім бала күнімде зерттеп, оны нақты білемін. Біріншісі музыка. Музыканы мен жақсы көремін. Үнемі мына офисымда бір домбыра, бір гитара, және де сондай бір дүние тұрады. Кейбір кездерде ән айтып, өз сол бір қабілетіме байланысты өзімнің хоббиімді шерткім келген кезде бір айтып, бір-екі өлең айтып, және де соны нетіп аламын. Содан кейін тағы да бір жақсы көретін дүние бала күнімнен бастап, ол электроника. Сол салада, электроника саласында кәсібімді аштым. Әлі күнге дейін жақсы көремін, әлі күнге дейін тастап кетпеймін жарты жолдан. Және де үшінші жақсы көретін дүние менің ол білім. Білім саласында ол кездерде мен кітап жазбайтынмын, бірақ әкемді көріп жүретінмін. Әкемнің үлкен библиотекасы болған. Әкемнің библиотекасының жанында менің библиотекам бір кішкентай ғана. Бірақ та электрондық кітаптарды мен өте көп оқимын. Мен ойлаймын, электрондық кітаптарыммен бірге иншалла примерно әкемнің библиотекасымен жетіп қалатын шығармын деп. Сол жәнегі өзіңіздің жақсы білетін, өзіңізді жақсы таныған кезде, өзіңіздің хоббиларыңызды, өзіңіздің таланттарыңызды, дағдыларыңыздың бәрін білген кезде, қазіргі состояниеде, сол кезде сіздің қолыңызда өзіңізге деген бір инструмент пайда болады. Сіз сол дағдыларыңызды өлшей аласыз. Менің салмағым 85. Алла жазса, қазір Алла жазса, келесі жұмада 84 болғым келеді.
десеңіз егерде, онда сіз өз-өзіңізге қарап, дұрыс тамақтанып, өз-өзіңізге қарап 84 қыласыз ғой. Сол сияқты мына дағдылардың да өлшем бірліктерін білген кезде, бірінші өз-өзіңізді тану, одан кейін өлшем бірліктерді білу, содан кейін барып сіз өз-өзіңізді дамыта аласыз. Енді мен мына дүниелерді, мына нәрселерді оқыған кезде мен дамимын деген сияқты. Ал сіздің дамуыңыз, ол сіздің компанияңыздың дамуы. Оны есіңізде сақтаңыз. Үнемі эмоционалды интеллекттарыңызды, жәнегі психология сияқты дүниелерді өзіңізді, мысалы, эмоционально, былайша айтқанда, біз үнемі айтатынымыз қазақша өзектеп. Өзегіңізді дұрыстап реттеп алатын болсаңыз, үнемі жаныңызда бір ағаларыңыз, бауырларыңыз болатын болса, сізге айтып тұратын: мына нәрсені дұрыс емес, мына нәрсені дұрыс, мына нәрсені дамыт, мына нәрсеге саған дедлайн, сен что-то көп ұйықтап жүрсің, мына жерде ертерек тұр, мына жерде бүйт сөйт деген сияқты, сізді ренжітпейтін, сіздің көңіліңізге қарап, сізді дамытатын жаныңызда бір адам болатын болса, ол бәлкім рухани тәлімгеріңіз болуы мүмкін. Мен мысалы осы рухани тәлімгеріңіз, дәл сіздің рухани тәлімгеріңіз болғым келеді. И мен білемін, сіздің дағдыларыңызды қалай дамыту керек, қалай өлшеу керек. Осындай жаныңызда бір адам табылатын болса, онда сіз міндетті түрде қазіргі отырған жағдайыңыздан міндетті басқа бір деңгейге лезде шығасыз. Өйткені сондай дамушы орталарда түсіп, олармен бірге, былайша айтқанда, қарап отырып, жарысып отырып, айналаңызда бір 4 миллионердің арасына түскен кезде, сізде бір 5-ші миллионерге айланып кетесіз. Оны өзіңізде байқамай қаласыз. Бізде Армангүл ханым деген бізге ұстаз болған, 18 жыл бойы резидент келіп қосылды жақын арада. 8 миллион теңге қарыздан шығып, Астанадан пәтер алған. Сол сияқты да мен сіздерге иншалла нәтижеге жеткізе алатын құпияларды білемін. Ол дүниені біз осы кит қауымдастықта істеп жүрміз. Және де шығармашылық даму, және де инновация дегеніміз, оны қалай дамыту керекпіз? Шығармашылық хоббиларыңызға уақыт бөлу керексіз, жәнеге менде музыка деген сияқты. Жаңа идеяларды үнемі қолдап, қарап, сынап, көріп отыру керексіз. Теледидардан, тиктоктан, анау бет алды уақытыңызды ұрлайтын нәрселерден аулақ болып кішкене. Бірақ идея беретін, сізді шабыттандыратын нәрселерді көретін болсаңыз, онда сіз өз миыңызды бір тренажер сияқты, құдды денеңізді дайындаған сияқты миыңызда үнемі айланысып, онымен заниматься ету керек. Сол кезде сіздің миыңыз, өзіңіздің санаңызды өзгеше ойлануға ынталандыратын боласыз. Сол кезде ғана сіз жетістікке жетесіз. Мен сіздерден осы білім саласы жайында өткен кезде бір сабағымызда бір кітапты бастаңыз, сол кітапты аяғына дейін 21 күн челлендж біткенше сіздермен оқыңыздар деп тапсырма берген болатын. Сол тапсырма жайында, иншалла, мен сіздерге үй тапсырмасын қиындатпай, осы жайында сіздерден сұрайын. Білім деңгейлеріңіз қандай жерде, кітапты неше бет оқыдыңыздар, қай бетке келдіңіздер, иншалла сол бетін фотоға түсіріп аласыз, және де мына тапсырма бөліміне жіберіп қоясыз. Хорошо? Баршаларыңыздан осыны күтетін боламын. Алла тағала баршаңызға берекетін берсін. Енді Алла жазса, осындай бір жақсылықта, жақсы әдеттерімізді, жақсы кәсіпкерлік әдеттерімізді дамытып, бір-бірімізге себепші болып, иншалла осы бір дамытып жатқан дағдыларыңызды өзіңіздің ағаларыңызға, бауырларыңызға баршасымен бөлісуге тырысыңыздар. Алла тағала баршаңызға берекетін берсін.